тұрса жұмысыңа барсаң бастан ұрсады ғой, жұлқисың. Жұлқымасаң ол кейін саған ренжиді. Біздің қолымызда не тұр? Біздің реакциямыз тұр соған. Егер біз оптимальный реагирование деп айтамыз, адекватный реагирование, сондай болатын болса, онда нәтиже де соған жақын болады. Шариғатта да, тарихатта да бір адам өмірін өзгерткісі келетін болса, жаңағы бір нәрсені бастағысы келетін болса, тәубе есігінен кіреді. Алдымен истихфар мен тәубеден кіреді. Ең бірінші сол зікірін бастаған уақытта білмеймінмен басталады да. Өмірдің соңына дейін өкініп, соның барысында өмір сүріп кетуі мүмкін. Бұл да проблемаға айналуы мүмкін. Кемшіліктер де бар, артықшылықтар да бар. Бәрі баланста жаратқан ғой Аллах Тағала. Бізде де жақсы қасиеттер, жаман қасиеттер бар. Бірақ біз жақсы қасиет қабылдаймыз да, жаманды қабылдамай қоямыз. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Мынау келесі біздің подкастымыз, қонағымыз подкастымызға келген Дәуренбек мырза. Психолог, психосоматик, руханиятты зерттеп жүрген біздің қажекең. Мен мұны бұл кісіні былай қажы деп білемін, өйткені қажылықтан күтіп алғанмын. Рахмет. Сондықтан бүгін қажекең деп ати берейін. Қош келдіңіз қажеке. Мен қажылыққа барған кісілер әрқашанда бір құрмет тұтамын өз басымда. Сосын шәкірттеріме айтамын, қажыларда оларда Арапатта болатын бір сыр бар. Бұл қайтып келген уақытта ешкім айтпайтын деймін да. Сондықтан біздің қонағыңыз болып, шақырғанға жауап беріп келгеніңізге алғыс айтамын. Рахмет. Сізге рахмет шақырғаныңызға. Енді бірінші сол, мынау біздің ретрит кітабым бар, алғашқы шығып жатқан менің руханият төңірегінде. Осының бірінші тақырыбы тәубе деп басталады да. Тәубе. Тәубе деп отырған мен енді ата бабаларым Яссауи жолын ұстанамын ғой, жалпы өзім сол ұрпағымын. Сонда Яссауида жалпы тарихатта бір сол тарихатқа кірген кезде жалпы одан бөлек шариғатта да, тарихатта да бір адам өмірін өзгерткісі келетін болса, жаңағы бір нәрсені бастағысы келетін болса, тәубе есігінен кіреді. Алдымен истихфар мен тәубеден кіреді. Сол тәубеден басталады. Содан тәубеден басталып, ол тазарып ары қарай сол өзінің ең бірінші сол зікірін бастаған уақытта білмеймінмен басталады да, өткенде айтқанбыз. Енді мынау өзіңді қарап отырсам, сенде осы психологияда неде тәубе терапиясы дегенде методика бар, тәсіл бар екен да, сондай тәсіл. Мен соны қызықтырды да. Бұл қалай бұл? Психологтар бізден мысалға былай қарасаңыз, тіпті молданың да көзімен қарасаң, мен молда емеспін, мен өзім ұстаз адаммын, мұғаліммін. Молдалардың көзімен қарасаң, психология, психосоматика дегендердің бәрі адасып кеткен сияқты көрінеді да. Оның бәрі бір Европаның нәрсесі деп. Бұлар Европаға барып, мысалы мен Америкада болдым, мысалға да. Ол жақта көп болдым, Европада да болдым. Ол жаққа баратын болсақ, мысалға бір неде білемін, жаңағы бір шіркеуде. Сол шіркеуде уағыз айтып жатыр дейді. Шіркеу попта. Сонда қолында біздің мынау недегі Бұхараның бір ғалымның кітабын алып оқып жатыр дейді. Сонда қарасам, мен де Америкаға барған уақытта да сол Американың Вашингтонның кітапханасындағы кітаптардың басым көпшілігі ислами кітаптар екендігін байқадық та. Сонда олар Европа жалпы ақилы кітаптар ислами кітаптардан алады екен да, түптің түбінде. Сонда мен үшін таңсық емес. Ал бірақ бізге сырттай қарасақ, жай бір молдалар қарасаң, психология, психосоматика бір адасып кеткендердің біреу тірлігі сияқты, немесе бір сектанттардың жасайтын сияқты, сондай көрінеді да. Бірақ сөйтіп жүрген уақытта мынау сенің осы тәубе терапиясы дегенің, суфи терапия деген де бар, неге жалпы суфи терапия, сопылық терапиясы деп айтады да. Сенің де сондай бір тәубе терапиясы дейді. Бұның енді айырмашылығы неде? Бұл қалай? Сол тұрады. Біздікі қандай? Яғни біздікі де отырғанбыз, біздің сопылық қандай? Біздің бабалардың жолын ұстанған Яссауи бабамыздың. Енді біздікі еркінәмге қажекен. Бисмилля. Қажылықта отырғандай бір минада отырғандай әңгімені айта берейік, иншалла. Рахмет шақырғаныңызға. Мен үшін үлкен құрмет осындай жерге келіп, осындай тақырыпта, ерекше тақырыпта сөйлесуге, пікір алмасуға. Енді өзім негізі таныстыра келсем, мен өзім дәрігер, негізі нағыз мамандығым дәрігер психотерапевтпін. Кезінде 2006 жылы Асфендияров университетін бітіргем. Негізі мен дәрігерлердің семьясынан шыққам, әкем профессор болған. Бізде енді өзім дін танушы емеспін, бірақ Алланың қалауымен осы біздің дәстүріміз, біздің құндылықтарымыз бәрі діннің қарамағында болғаннан кейін, бізді өмірге де сол жағынан қараймыз негізінде. Сондықтан өмірде әртүрлі жағдай болады. Біз енді жанұялымыз, бала шаға ауырған кезде, өзімізде бір проблема болған кезде,
әр адам ізденеді ғой, не болған, қалай болды, не себеп деген сияқты. Сол сияқты бұл методикада соның бір мына психотерапия мен діни білімдердің бір қосындысының нәтижесі деп айтсақ болады. Біз енді өмірде діни сауат болғанда қалай? Медреседе бір оқыдың ба, қалай сауат қалай еді? жоқ, мен дінтанушы емеспін, медреседе оқымадым. Жалпы жаңағыда осылай ұстаздардан Құран үйреніп, кәдімгідей ел қатарлы ел қатарлы мешіттен жаңағыдай бір тәжвид үйренген бір неміз бар. сауат көрген, сауат ашқан. Бірақ жаңағыдай бір терең зерттеп, ілімдерге кіру деген болған жоқ. Бірақ Бүгінде қарасаң, бүгінгі таңда да мешіттерде сауат алған адамдар ғой. 90-шы жылдардағы бұл сауат алған адамдар, егер сол заманда болса, 90-шы жылдарда үлкен ғұлама болатын еді. Бірақ мына заманда білім көйіп кетті, әлем көйіп кетті. Иә, қазір енді білімге деген көзқарасты өзгерді ғой негізінде. Сол сияқты енді құндылық бір болғаннан кейін бізді сол жалпы мына нәрсеге сүйендік. Аллах тағала айтады ғой, сендердің бүкіл проблемаларың өз қолдарымен істеңдерің үшін дейді. Сол сияқты әр проблеманың, әр бір мәселенің артында бір ол кездейсоқ нәрсе емес, бір екіншіден әр өзінің бір себебі бар деп, соны іздеген кезде ол психотерапияда бар негізі. Мысалы психотерапияда әрбір проблеманың немесе бір реакцияның себептерін зерттейді. Мысалы психотравма деп айтады, әртүрлі жаңағыдай адам өзінің бір сенімдерді қалыптастыратын эмоционалды қатты бір жағдайлардың нәтижесінде, мысалы сондай бір реакция қалыптасады. Бұл да примерно сондай. Аллах тағала өзі бір Құранда айтқан кезде біз де ойланып қалдық та, негізінде тәубеге келу көп біздің халқымызда тәубе деген сөз немесе шүкіршілік мағынада келеді ғой көп жағдайда. Бірақ оның мен түсінгенім бойынша ол жерде жаңағыдай жасаған қателікті мойындап, оған өкініп деген сияқты, соның өзгерту процесі, соған жаңағыдай мойындап, жаңа шешім қабылдау, Алладан жаңағыдай бір көмек сұрау форматында өзі бір тәубенің өзінің бір шарттары бар. Соның бәрін сәйкестіріп қараған кезде кәдімгідей өзімізге көмектесе алатындай бір формулаға айналып кеткен да. Мысалы біз сендерде қалай болады ол енді? Енді кәдімгідей тәубе ете ма, не істейді ол жаңа? өзі тәубенің жалпы қателіктерді түсіне ма? Тәубенің өзінің принциптері бар. Мысалы келді дейік, мысалы ана кісілер отыр. Мысалы адам келіп біріншіден, мысалы пациент келген кезде себептерін сұраған кезде не айтады? Мысалы басқа біреуден көреді. Мысалы мынандай формула бар ғой, бір оқиға болады, біз соған берген реакциямыз бар, соның нәтижесі бар деген сияқты. Енді болып жатқан оқиға, кез келген оқиға біздің қолымызда емес. Жаңбыр жауа ма, қар жауа ма, бірақ біздің қолымызда не тұр? Біздің реакциямыз тұр соған. Егер біз жаңағыдай оптимальный реагирование деп айтамыз, адекватный реагирование, сондай болатын болса, онда нәтиже де соған жақын болады. Дәл сол сияқты енді адам келіп біріншіден өзінен көрмейді, басқа біреуден көреді да. Соны кесір. Мысалы ауырған кезде де, мысалы неден ауырдың десең, ана бактерия деп айтады, ана кондиционер деп айтады, салқын тиіп қалды, тағы басқа, әйтеуір біреу кінәлі. Мысалы менде сол ауырып қалып, қазір бұлар өткен канцлер қосып қойыпты да. Иә. Соны канцлер қосып қойдыңдар деп бұлар кінәлап отыр да, мысалы. Иә, бірақ сол состояниеда, мысалы, бұл проблеманы шешу қиын. Адам негізінде өзінің жауапкершілік алмаса, өзінің жаңағыдай не істегенін талқылап, анализге өткізбесе, ол мәселе де қайталана береді өмірде. Бұл сабақ сияқты ғой енді. Бұл да примерно сондай форматта адам келеді, енді әртүрлі адамдар келеді, бәрі мұсылман емес, енді әртүрлі христиандар да бар, әртүрлі дін, жаңағыдай Аллаға сенбейтіндер кісілер келеді мысалы, бірақ бұл жерде енді Аллаға сенбейтіндер, басқа діндер қайта жақсы. Иә, ақиқат бір ғой. Бұл жерде біз өзіміздің ақиқатымызды оларға түсіндіре алсақ, иә, керемет нәрсе. Принциптар бір, сондықтан біз терапияда бұл методика айналғаннан кейін өзінің белгілі бір сұрақтар бар, өзінің несі алгоритмі бар. Ол жерде психотерапия мен діни құндылықтардың бір қосындысы деп айтсақ болады. Адамға түсіндірген кезде әйтеуір принцип мынандай. Проблемаң келді ма? Біз сұраймыз да, қалай ойлайсың, бұл саған келген жаза ма Алладан? Не деп ойлайсың деп. Көп адамдар жаза деп ойлайды. Жасаған күнәларым үшін келген деген сияқты. Жаза берді. Иә, жаза берді деп. Енді егер жазалады деп қараса, онда бұның шегі жоқ қой. Мысалы, сол бір күнәні алады да, бір қателікті өмір бойы алып кетуі мүмкін. Мысалы, жас кезінде бір қателік жасады, өмірдің соңына дейін өкініп, соның барысында өмір сүріп кетуі мүмкін. Бұл да проблемаға айналуы мүмкін. Бұл әділетсіздік деп санаймыз негізінде. Жалпы алған кезде, мысалы,
адамдармен жұмыс істеген кезде бұл бүйтіп түсіндіреміз да, Аллах тағала бұл өмірде жаза алмайды негізінде. Именно жаза форматында түсінетіндей емес. Неге? Себебі бұл сот болу керек. Қиямет күні оның бәрі белгілі болады деген сияқты. Соңғы демге шейін мысалы сіздерде мүмкіншілік бар тәубеге келуге. Соның бір енді Аллахтың уәделері ғой мысалы айтқан. Сондықтан бұл нағыз жаза форматында деп қабылдамайсыз негізінде. Енді тағы да қандай себеп деп ойлайсыз деп сұрасаңыз, Аллах тағала мені бір сынап жатқан сияқты деп айтады. Жаңағыдай мен шыдаймын ба, шыдамаймын ба, мен жасайын ба, жасамайын ба деген сияқты, көнем ба, көнбеймін ба деген сияқты. Енді келесі сұрақ бізде енді қалай ойлайсың, Аллах тағала оны білмей ма? Мысалы, сен шыдайтын, шыдамайтын, көтере алмай жүктірмейді, и так бәрін білуші Аллах тағала. Значит, ол емес қой деген сияқты адамға бір определенный бір анализге алып келеміз. Бұл енді методикадан тыс концепцияны айтып отырмын жалпы. Енді бұл жерде жаңағыдай, онда не себепті келді деп ойлайсың деп сұраған кезде жаңағыдай ойланып қалады. Бір сабақ ретінде шығар дейді да. Я бізді мынандай бір мысал келтіреміз. Мысалы, мен қолымда бір пышақ бар. Мен қателесіп, қолымды кесіп жатырмын деп айтамын. Қолымды кессем қолым ауыра ма? Мақсат қолды кесіп тастау жоқ. Просто қолымды кессем ауыра ма деп сұраймын. Я ауырады әрине. Қан ағады ма? Я ағады. Мысалы, терең кессем функциясы бұзыла ма? Я бұзылады. Осы үш нәрсе проблема ма адам үшін? Я проблема. Осы үш нәрсе, осы проблема әрекеттен тоқтата ма? Алыстата ма осы кесуден? Я дейді, тоқтаймын ғой енді бірден ауырған кезде. Демек, проблема не үшін берілді? Әділетсіздікті тоқтату үшін беріліп тұр. Демек, өмірде, сенің өміріңде бір қайталанып жатқан бір әділетсіздік амалдарың бар. Мысалы, психологияға қарасаңыз, КПТ форматында, когнитивно-поведенческая терапияның основасында мынандай бір қағида тұр. Поведение бар, оның алдында бір ойыңыз бар, ой пікіріңіз бар, оның алдында сенімдеріңіз тұр. То есть сіздің қазір поведениеңіз сіздің сенімдеріңізге негізделген. Демек, біз поведениені емес, не өзгертуіміз керек? Сенімді өзгерту керек. Мысалы, менің есімім Дәуренбек, бұл менің сенімім. Маған біреу Дәуренбек десе, бұдан кейін бұл менің сенімім ғой. Мен соған қарай әрекет етемін. Қараймын соған қарай, мен туралы айтып жатыр деп түсінемін. Дәл сол сияқты әр қате әрекеттің артына бір қате сенім тұр, жалған сенім тұр. Бұл жерде дәл сондай нәрсе. Бұл да мысалы біз былай сұрамыз да, егер адам күнә жасаса, енді Аллах тағала айтып тұр ғой, сендердің бүкіл проблемаларың өз қолдарыңмен істегендерің үшін дейді. Аллаға зиян келтіре аламыз ба? Жоқ, келтіре алмаймыз, иә? Бір жақсы амал істесек жеңілдете аламыз ба? Жоқ, Аллах тағала бізге мұқтаж емес. Онда получается, егер күнә істесек, өзімізге әділетсіздік қой бұл. Құранда да аяттар бар, мысалы, күнә жасады, әділетсіздік жасады өздеріне деп жаңағыдай. То есть бұл бір синонимнің бір түрі. Өзімізге әділетсіздік жасау, бұл да бір күнәнің бір синонимнің бір түрі деп айтамыз, түсіндіреміз адамдарға. Сол жерде енді қарасаңыз, әр проблеманың, даже психологиялық проблема, денсаулық проблемасы болсын, артында міндетті түрде бір әділетсіздік тұр. Біріншіден, адамның өзіне әділетсіздігі. Мысалы, өзін құнсыздандыру, өзін кінәлау терең. Мысалы, кінә сезім бар. Кінә сезім Алланың берген сезімі. Бұл қолданамыз, ол бізге қызмет етеді. Бірақ кінәлі состояние халде болу, ол басқа нәрсе. Ол постоянно өзін жазалау процесі. Ол жаңағыда Аллах тағала жазаламаса, адам өзін не таңдайды? Сол ішкі балансты қайтадан орнына келтіру үшін жазаны күтеді, сол подсознательно сол әрекетке барады өзі. Өзіне зиян келтіреді, өзіне қарамайды деген сияқты сөйтіп әкеле береді. Негізі көп проблемалардың порочный круг деп айтамыз, қайта келуінің себебі өзін кінәлау. Пока сол кінәдан арылмаса, адам қайта келе береді. Бір мысал келтірейін. Мысалы, адам арақ ішу, арақ ішеді, тәубе етеді, қайта арақ ішеді. Арақ ішу мысалы күнә деп біледі ғой. Бірақ жаман нәрсе енді жаңағыдай. Енді не істейді? Кінәлі сезінеді өзін. Кінәлі сезінгеннен кейін не істейді? Ол сезімді қалай кетіре алады? Басында мынандай сенім бар, жазамен кетеді деген сияқты. Енді кім жазаны орнатады, қандай жазамен кету керек екен, ол білмегеннен кейін ол қандай жаза екенін де білмейді. Просто сондай жазалану форматында жүреді өзі ішінен. Сөйтіп қайта қалай жазалайды, өзін қалай жазалайды, жаңағыдай қайтадан арақ ішумен жазалайды. Сол порочный круг образуется. Сол схема негізі көп тәуелділіктерде де бар, көп дұрыс емес әрекеттерде де бар, адам өзі ақылмен түсінеді, бірақ қайта өтіп қала береді сол процестерге. И психотерапияда ол кәдімгі методик форматында бар, мысалы, жаңағыдай
кінәлау процесін кетіру, түсіну себебі сен енді бұл әлемді тіреп тұрған сен емессің ғой, сенің заңдылықпен болып тұрған жоқ бұл нәрсе. Бұл жерде енді қателік істесең де оның жаңағыдай тәубеге келіп Аллах тағала сені қайттан басқа дәрежеге шығарады. Сонымен жақындай аламыз Аллахқа деген сияқты сөйтіп келтіреміз да. Сөйтіп енді маңызды болып тұрған бұл жерде күнә жасамайтын адам жоқ. Иә, бәріміз күнә жасаймыз. Аллах тағала өзі айтып тұр, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағыдай хадистерде айтып тұр. Бәрібір күнә жасағаннан кейін мынандай сұрақ қоямыз, күрделі сұрақ. Аллах тағала біреуді кінәлау, өзіңді кінәлауға шақыра ма? Сол состояние халде болу жаңағыдай шақыра ма соған? Бұл нәрсе дінде бар ма деген сияқты қалай түсінесің деп сұраған кезде көп адамдар жаңағыдай я бар сияқты деп түсінеді да. Себебі өзім мен екінші рет істемеу үшін мен өзім кінәлауым керекпін деген сияқты бір жалған бір сенім бар да. Адам сол процесстен бүкіл жаңағыдай өзін кінәлағаннан кейін сол дұрыс емес әрекеттерден шыға алмай қалады. Өз-өзін жазалағаннан кейін қайта келе береді өзі. Себебі біздің 95% әрекеттеріміз автомат түрде шығады. Бұл подсознательный процесс деп айтамыз. Мысалы біздің отырғанымыз қазір, сөйлегеніміз немесе жүргеніміз оң аяқ сол аяқ деп саналы түрде приказ бермейміз. Просто автомат түрде істеліне береді. Дәл сол сияқты бұл сенімге негізделгеннен кейін адам вроде ақылымен түсінеді, істемеу керек екенін, бірақ қайта түсіп қала береді сол состояние. Халге түсіп қала береді сол. Бұл жерде жаңағыдай егер тәубені істесең, тәубенің шарттарын айтамыз. Кішкене жаңағыдай енді діни тұрғыда бір основной бір 3-4 пункт қой жерде. Иә, жаңағыдай мойындау, өкіну, жаңағыдай уәде беру деген сияқты, жаңа шешім қабылдау. Біз енді сол жерде ашамыз кішкене түсіндіру үшін. Өзіне жасаған әділетсіздікті мойындау деп қосамыз методиканың форматында. Сол жерде адам тәубе жасағаннан кейін ықыласпен, түсінгеннен кейін, сенімді өзгерткеннен кейін мынандай нәрсе айтамыз да, Аллах тағала 4 уәде береді деп айтамыз. Бірінші уәдесі, егер сен тәубе істесең, бірінші тәубе қабыл етушімін деп айтады Аллах тағала, соңғы деміне шейін кешірем деп тұр. Қабыл етем. Екіншіден жаңағыдай проблеманы шешем деп тұр Аллах тағала. Жаңағыдай Мұса пайғамбардың оқиғасы бар ғой, мысалы жаңбыр туралы. Біреу тәубе еткеннен кейін жаңбыр жауды, шешілді деген сияқты. Екінші уәде, сол амал-дәптерден бұл күнә өшіріледі тәубеден кейін. Үшінші уәде, жаңағыдай соның орнына сауап жазылады, тәубе жасады деп. Төртінші уәде, егер өз проблемаларыңды сол тәубе арқылы шешсеңдер, онда иншалла жаннаттың бақшаларын нәсіп етем дегендей, сондай бір нелер бар өзінің. Біз методикада оны жалпы келтіріп айтамыз. Өмірде проблема бітпейді ешқашан. Өмірде қателік пен күнә бітпейді. Бірақ жаса деген сөз емес енді, бірақ соны мойындаса адам, түсінсе, себебі кейбір адамдар мынандай бір жалған состояние түсіп қалады. Бір намаз оқығаннан кейін, діни бір ортадағы түскеннен кейін, өзін бір күнәсіз, бір періште сияқты сезініп қалады. Бір крайностьқа кетіп қалады да, жалпы алған кезде. Сонда мен сондай бір пәк тазамын, қалған әлем бір какой-то бір кірлеу сияқты ма? Тәубеден кейін ба? Жоқ, жалпы айтып отырмын. Бұл состояние жалпы діни неге ортаға кіргеннен кейін адамдардың сондай бір жалған неге түсіп қала береді. Адам екі жақтан құрылады ғой, мысалы. Плюсы бар, минусы да бар. Кемшіліктері де бар, артықшылықтары да бар. Бәрі баланста жаратқан ғой Аллах тағала. Бізде де жақсы қасиеттер, жаман қасиеттер бар. Бірақ біз жақсы қасиет қабылдаймыз да, жаманды қабылдамай қоямыз. Мысалы біз мұсылмандан ренжімеу керек деген сияқты бір ой бар, мысалы. 3 күннен кейін артық ренжімеу керек деген сияқты хадис бар ғой, пайғамбарымыз. Содан жаңағыдай адам ренжісе де мен ренжімедім деп жаңағыдай келтіреді, сөйтіп шындық кетеді ішінен. Адам бір определенный бір маска киіп алады. Мен жалпы айтып отырмын в целом. Сондықтан бұл жердегі біз дәріптеп айтып отқан нәрсе, методиканың негізі смыслы адамның өзіне жасаған әділетсіздікті тауып, соған тәубе жасап, сол сенімдерімен жұмыс істеп өзгерту бұны. Енді сенімдерді табу, немесе жаңа соларды өзгерту, бұл кәдімгі ресми психотерапиядан алынған методтарды қолданамыз. Бірақ оның түпкі мағынасы Аллахтың сабағы, Аллахтан келіп отқан бір бізге нығметі, сол жағынан қарайтын болсаңыз, әр ауру біз үшін бұл жау емес, бұл мүмкіншілік деп келеді автомат түрде. Себебі ол бізге не көрсетеді, біздің істеп тұрған әділетсіздігімізді көрсетеді. Соны адам мойындаған кезде, соны адам өзгерткен кезде,
кәдімгідей біреуге айтсаң сенбейтіндей бір нәтижеге алып келеді да, мысалы. Сондай бір Бұдан нәрселер бар. шыққандар қалай енді, жақсы нәтиже ала ма сонда? Аллаға шүкір, иә, керемет нәтиже. Оны қазір қаншама, енді біздің өзімізден мысалы 1000-нан астам шәкірттер өткен. Әр адам сол методты ең жоқ дегенде өзінің жанұясына қолданады. То есть әрбір адам соны үйренген кезде бұл анау парадигма сияқты способ мышления деп айтамыз ғой. Егер адам сол жағынан қарайтын болса, мысалы бір проблема түсті ма жолда, немесе өмірде бір проблема болады ғой, сразу анализге келеді. Қай жерде бір әділетсіз жасадым, қай жерде болуы мүмкін бұл нәрсе. Бірақ кінәлаусыз, жеңіл форматта тәубеге келіп, иә, жаңағыдай жақсы амал істеп, методиканың ішінде енді құндылықтарына сай біз енді сөйтіп келтіріп нетеміз. Бірақ ашық айтамыз, дінтанушы емеспіз. Біз тек қана жаңа психотерапиямен бұны шайкестіріп, соны жаңағыдай ұштастырып, адаптированный форматта береміз деп. Ал кәдімгі алгоритмі бар, өзінің методика. Керемет екен, бірақ енді өткенде де мынау кеше өткенде бір психолог деп отқан Қуаныш Шомай шақырам, сонда сен осы білмей кітабыңмен бізге мынау бабалардың жолына сопылыққа жақындап қапсың ғой дедім да. Сол сияқты саған да айтып отырмын, жайлап сен де бір сопылыққа, руханиятқа жақындап, бір табан жақындап қапсың деп отырмын да. Сенің енді ұқсайды осы нәрселердің біздің неге, яғни бір жағынан дінді де қарағансың ғой жағынан. Бірақ біздікі енді бұдан қарағанда ауқымдырақ та. Yani ислам болған екен, Алланың діні болған екен. Өйткені жалпы біз ең баста не жасасаң, о жаса деп, оның күнәсіне де басқасына қарамай, ең бірінші тәубе деген уақытта біз оған алдымен Аллаға бұрылудан бастаймыз да. Аллаға сен бұрыл деп. Өйткені көп адамдар өмірде қарап тұрсақ, қажы болып жүрсе де, зікір айтып жүрсе де, намаз оқып жүрсе де, Алланы танымайды екен да. Мен соны таңғалдым да. Пайғамбарды тани алмайды екен. Ақыретке де сене алмайды екен да. Осы жалпы имани мәселелер адамның жүрегінде толық бір отырмаса, орын алмаса, ол қанша оған тәубе ет десең де, басқа десең де, қиын да, түсіну қиын болады екен да. Тағдырға иман келтірмесе. Сондықтан өмірде, мысалға адам өзіне әділетсіздік жасайды, тағдыр бірақ оған өзіне зұлым жасайды, тағдыр әділдік жасайды да. Бірақ дей тұрсақ та бізде оны бір құдайды, бір жазалаушы құдай деп еш уақытта оны біз айтпаймыз, исламда да оны айтылмайды. Жазалаушы құдай деп өзің айтқандай, ол ақыретте болатын нәрсе. Бұл дүниеде не істейді деген уақытта Алла тағала оған тағы да жаңа бір мүмкіндіктер береді. Ал екіншіден адам өзін жазалау керек пе деген уақытта жоқ, адам өзін жазалау керек емес. Пайғамбар саллаллаху күллі бәни адам хаттауын, барлық адам баласы қателеседі дейді. Қателескеннің ең жақсысы соны төсеген дейді. Адам мына өмірде қателік жасай отырып жаңа бір нәрсені үйренеді. Сондықтан оның жасап жүргендіктері, мысалы бір ауырып қалды дейік, басқа болып қалды дейік, басына бір сынақ келді дейік та. Басына бір сынақ келсе, мысалы бизнес жүрмей қалды, басқа болды, сонда Құдай мені бұл жерде жазалап отыр. Кеше бір мешітте маған молда садақа бер деп еді, соны бермей қалып едім. Осы жерде енді соны қысып қалып отыр. Молда да маған айтты, кеше осы мешіт салып бер деген салып бермей, енді көрдің бе? Құдай сені жазалап отыр деп айтты деп, кейде сөйтіп жаңағыдай шала сауатлардың айтуымен солай да ойлайды да. Бір арасында солай ма? Бірақ арасында ешқандай да ондай емес қой. Құдай тағала сенің мешіт салуыңа да, басқа салуыңа да, көпір салуыңа да мұқтаж емес та. Сондықтан бұл жерде ондай, мысалы бір адам ауырса, немесе бір банкрот болып жатса, бұдан адам біздің не бойынша, ислам бойынша, бұдан Құдай тағала маған не деп тұр деп қарау керек та. Яғни оны ешқандай да жазалап тұрған жоқ, ол жақта ол ешқандай да қателікті жасап отқан жоқ. Біз оны олай қарамаймыз да. Яғни сен қателестің, осы жерде өз-өзің әділетсіздік жасадың деген мәселе емес. Сен бұл жерде, ол Құдай тағала бір осылай өмірдің салтымен Құдай тағала саған бір басқа бір жаңа бір сабақтар беріп жатыр. Жаңа бір нәрсе саған үйретпекші. Сол үшін сен осыны алып отырсың. Яғни мысалы ауырып қалдың, банкрот болып қалдың. Ол Құдайдың саған жазалағаны емес, ол Құдайдың саған мейірімі түскені. Саған мейірім болып жатыр. Мысалға соқыршек болған адамның да барып жаңа қарнына ішіне пышақ тығып алса врач, мен неменеге ішім пышақ тығып, мен өзім қиналып келіп отырмын демейсің ғой. Керісінше одан мысалы жақсылық көресің да. Сол сияқты Алла тағала Құранда айтады, сендердің жақсы көргендерің кейде жаман болады, жаман көргендерің кейде жақсы болады, сендер білмейсіңдер дейді. Алла біледі оны дейді. Оның артында көп қайыр бар дейді. Сондықтан адам банкрот болды ма, яғни ол жаңа бір нәрсені жасағысы келіп отыр да. Яғни мысалы көп жылдар бір бизнес істеп келді да. Істеп келіп жатыр, бір күн банкрот болды, қайта банкрот болды, қайта банкрот болды.
бұдан Құдай тағала маған не деп тұр? Алла тағала осы жерде оған бір жаңа нәрсені үйретпекші болып отыр да. Я кәсібін ауыстыру керек, я басқа нәрсе болу керек. Жаңа бір есіктер ашпақшы. Мынау ол енді тоқтады. Бұл өзінің дәурені бітті. Өйткені басқа бір кәсіпті жасау арқылы Алла тағаланың басқа асмай хуснасы бар, солар көрінуі керек те мысалға да. Сол асмай хуснасы көріну үшін Алла тағала оны уже жауып тастайды да, бір есік жауып тастайды. Бір Алла тағала есік жауып, мен есік жауып тастадым десең, сол жерде қалып қоясың. Бірақ ислам бойынша әулие кісілер айтады, Алла тағала бір есік жапса, Алла тағала басқа есіктерді ашады дейді да. Көптеген 10 есікті ашады дейді. Ол жер жабылып қалды деген сөз Құдай тағала саған ол жақтан қамап қойды деген сөз емес. Сені қинап зынданға салып қойды деген сөз емес. Алла тағала басқа үлкен есіктер ашып қойды да. Яғни сен айына $1 миллион табасаң, Алла тағала саған $10 миллион табатын басқа есіктерді ашып жатыр да. Сен соны түсінуің керек та. Алла тағала саған бір ауырып қалдың. Ауырып қалған Алла тағала оны бір ауырып қалсаң да өзі беріп отқан жоқ. Сен өзің бір қателесіп бір жерден ауырып қаласың мысалға да. Жаңағы канцлерден ауырып қалдым деген сияқты. Бірақ соның өзін ол тағдырда әуел баста жазғаннан кейін бұдан Құдай тағала маған не деп тұр екен, нені үйретіп жатыр екен деп сабақ үйрену керек та. Яғни бұл өмір қарап тұрсаңыз, ол бизнес болып, бизнестен ақша тапсаң да ғибрат, пайғамбар хадисіне қарай, банкрот болсаң да ол саған ғибрат. Мысалға Абдурахман бин Ауф деген жаңағы сахаба болған, Хазіреті сахаба жаңағындай. Сонда ол айтады, жерден тас алуға қорқамын дейді да. Астынан алтын шыға ма деп қорқамын дейді. Сонда сәл бір нәрсені істесе, кәсіп дамиды. Сондықтан ол ылғи да банкрот бола береді екен да. Банкрот болып қалып, бейшара болып қалып, содан қайтадан бастайды екен да. Сонда ол осы кәсіп деген мақсатта сол таратып жіберіп жаңадан бастау адамға қызық нәрсе алып келеді да. Өйткені жүріп жатқанда процесс, анау адамды көптен жалықтырып жібереді. Жаңа нәрселер жасау керек. Мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айт намазына барғанда бір көшемен келіп, екінші басқа көшемен жүреді. Сонда адам ылғи да өзгерісте болу керек та. Я кейде адам, мысалы мынандай бір әңгіме бар, бір адам 40 жыл бейғам жүріпті дейді да. Бейғам. Сонда періштелер айтып кетті, осы қолыңа таңғаламын, Алла тағала бір рет Алла демеді ғой деп дейді. Оның Алла демеуі менің нығметімнің ішінде жүзіп жүруімнен деп тұр. Ешқандай қиыншылық көрмеуінен. Бір тамырын тоқтатып тастаңдар деп. Соны бір тамыры тоқтағанда жүрегі қысыла бастап, Алла деп бастап дейді. Бұл өзгеріс пе? Өзгеріс те арасында. Сонда Алла тағала не дейсің қолым? Бірақ осы оқу үшін қайда жүрең деп айтты дейді. Осы оқу үшін қайда жүрең деп. Мінекей сондықтан ұйықтап жатқан адамды да барып ояту үшін оянбаса жұлқисың ғой. Тұрсайды. Тұрсайды, жұмысыңа барсайды. Бастан ұрсады ғой. Жұлқисың. Жұлқымасаң ол кейін саған ренжиді. Мені нағып жұлқымадың дейді. Жұлқып оятпайсың мені дейді. Өйткені жұлқып ренжиді ғой маған деп. Сол сияқты біз бір жағынан ол бір әділетсіздік жасап деп өз-өзіне әділетсіздік жасап деп қарамаймыз. Bir жағынан да бар нәрсе. Бірақ сенікі де бар. Адам өзіне зұлымдық жасайды, тағдыр әділ жасайды. Екінші жағынан осындай Алла тағала бұл жерде не деп тұр, нені үйретіп жатыр? Менің осы қателігімнен маған нені үйретіп жатыр деп, осы жағынан біздің қарайтынымыз да бар да. Иә, дұрыс. Мен келісемін, әрине. Сенікімен екеуміздің ұқсастығы. Сен бірақ әлде де бірақ кеңейтуің керек деп отырмын да. Иә, енді бұл жерде енді егер жаңағыдай кеңейткен шығарсың, мүмкін бір шетін аяғын айтып жатқан шығарсың да. Иә, бұл методика болғаннан кейін біз оны арнайы сабақ форматында береміз ғой, ашып. Сондықтан осы жерде жаңа көп уақыт алып қоймайын деп қысқартып айтып отқанымыз тұрмыз. Десе оның артында жаңағыдай өзі психотерапия тұрғаннан кейін оның дәлелдері бар, өзінің нелері бар, жаңағыдай жолдары бар дегендей. Жалпы психотерапия деген психотерапия, соматика, психосоматика. Ол не ол мысалы психосоматика? Психологиядан айырмашылығы бар ма? Психосоматика. Терапиямен айырмашылығы бар ма? Не нәрсе ол? Психосоматика деген екі түрлі сөзден құралады. Психос деген душа, жан, соматика деген дене деген сөз. Сол біздің психикамыздың денеге көрсетіп отқан әсерін зерттейтін бір бағыт. Бұл медицина мен психологияның ортасында тұрған бар бағыт. Психология ортасында. Психология мен медицина ортасында. Мысалға тәнді зерттейді дедік. Иә. Психология жанды зерттейді. Ортасында бұл тұрған дәнекер делдал кім бұл? Мысалы қазір былай түсіндіріп айтсам, енді қазіргі медицина жалпы материалистік болып кеткен ғой, енді Құдай танымайды. Я тек қана дене деп тұр да, тек қана физиология деп тұр. Бірақ психологияны мойындап тұр, бүкіл ауру нервтан екенін мойындап тұр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы психоэмоционалды статусқа қараңдар деп бұйрық беріп тұр, рекомендация. Денсаулықты да тек қана жақсы көңіл күй ғана емес, денсаулықты 3 фактордан құралады деп айтылады да бұл жерде. Физиологиялық, психологиялық және
қоғамдық социалдық благополучие деп айтады, бір Ол жақсы не? состояние. Көңіл То күй ма? есть егер сенің психологияң дұрыс болса, физиологияң дұрыс болса, денең, және де сен социально адаптированный болсаң, қоғамда өзің жолын тауып пайдалы болсаң, қоғамға жаңағыдай жұмыс істеп жүрсең, онда осыны денсаулық деп айтады деп дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Үшінші, үш фактордан қоғамға құралады пайдасы деп тұр. тигізу. Иә. Сондықтан біздің ресми медицина тек қана физиологияны қарайды ғой, психологияны қарамайды мысалы, социологияны қарамайды мысалы, адаммен қарым-қатынасты зерттемейді. Психологияны алсаңыз, тек қана психологияны, психиканы зерттейді, бірақ физиологияны соны қарап тұрсаңыз, психосоматика бұл екі ілімнің ортасында тұрған бір жаңағыдай бағыт. Бұл ғылым деп те айтпаймыз, бұл ғылым емес, бірақ бір ғылыми бағыт. Не дейді сонда? Ғылыми бағыт деп айтамыз, научный направление деп айтамыз. Иә. Сол екеуін бір-біріне қоса ма не істейді сонда? Сол екеуінің ортасында қара жерде жаңағыдай күнсіз қалып қойған нәрселерді сол жерде соны жаңағыдай соны зерттейді да көрсетеді. Мысал келтірейін. Мысал айтшы, мысалы. Иә. Оғызып болып отыр бізге. Әр біздің жалпы денеміз орталық жүйке жүйемен басқарылады. Центральный нервный система, ми деп айтамыз. Ал оны не басқарады? Оны психика басқарады деп айтамыз. Біздің сенімдеріміз, біздің түсініктеріміз, иә? Бәрі соның ішінде тұр мысалы. Енді бірінші кез келген ауру реакция. Бұл ауру деген симптом реакция ғой, дененің реакциясы. Психосоматика бойынша біздің денеміз реакция берген кезде просто так өзі реакция бермейді. Бірінші мидан келеді бұл сигнал, одан терең қарасаңыз психикадан келеді. Мысалы мен қазір тыңдармандарға немесе сіздерге де айтып отырмын, бір лимонды елестетсеңіз. Лимонды елестеді. Лимонды елестеттіңіз, иісін сезініп көріңіз. Енді тістеп дәмін сезініп көріңізші. Ащы. Иә, ащы. Реакция қандай дененің? Тітіркенді. Сілекей ағады. Иә, сілекей бөлінеді. Ауыздан шөл бөлінеді. Иә, мен физикалық тұрғыда ешқандай әсер жасамадым. Тек қана сөз. Мен сіздің психикаңызға әсер етіп отырмын. Лимон өзінің несін жасап жатыр да, функциясын. Сіздің психикаңызда лимонның бір орны бар. Соның реакциясы, соның артынан реакцияңыз тұр уже, жазылып қойған программа. Сілекей бөлу керек деген. Енді дәл сол сияқты өмірде осындай лимондар көп. Сіздің денеңіздің әртүрлі реакцияға апаратын, дұрыс та, дұрыс емес та, дұрыс қалыптасқан немесе дұрыс емес қалыптасқан реакциялар көп сондай. Қарасаңыз. Енді психосоматиканы жаңағыдай неге керек деген сөзге келетін болсақ, біз физиологиялық тұрғыда ауруды емдеуіміз мүмкін, бірақ оның түпкі себебі физиологияда емес. Мына мысалы сілекейдің бөлінген себебі бұл сілекейдің өзі емес. Оның себебі лимон деген информация тұр да артында. Енді сол лимон деген информацияны егер біз кез келген ауруда тауып зерттеп тапсақ, неден бұл ондай реакция беріп тұр? Сол жерде организм орнына тез келеді. Негізі психосоматиканың қағидасы бойынша емделу процесі бұл біздің ағзамыздың өзін емдеген состояниесі. Дәрі емдемейді, дәрігер емдемейді. Олар не істейді? Біздің ағзамызға көмек жасайды. Біздің иммунитетке көмектеседі. Соған көмектеседі. Сосын дене өзімен өзі емдейді, өзінің программасы тұр ішінде. Алладан келген өзінің восстановительный программалар тұр. Бізде әр секунд сайын 25 миллион примерно клеткалар өліп отады. 25 миллиондай, 30 миллиондай клеткалар пайда болып отады. Регенерация мен апоптоз процестері. То есть организм постоянно сондай жаңару процесінде тұрады. И бұл қалай жаңаратынын, қандай программамен жаңаратынын, бұл да адамның психоэмоционалдық состояниеға тәуелді. Бұны эпигенетика деген ғылым дәлелдеп тұр қазір. Бұл ғылыми түрде кәдімгі исследование жасалып, мысалы менің психоэмоциональный состоянием, халім қандай дәрежеде болса, менің өзгеру процесім, регенерация процестері соған қарай бұрылады. Немесе тез болады, орнына келеді, немесе керісінше құлдырайды. Бірақ оның түпкі себебі адамның жеген ішкенде емес. Түпкі себебі оның ойлағаны бірінші. Немесе қандай сенімге негізделгені. Егер соны зерттеп қарасаңыз, мысалы, ресми түрде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы былай айтады. МКБ деген бар, международный классификатор болезней. Бүкіл аурулар бір классификаторға енгізіп қойған. Соның ішінде соматоформный болезнь деп аталады. Психосоматика аурулар деген бөлім бар, ресми түрде.
сол жерде психоэмоционалдық состояниеға тәуелді состояниялар сол группаға кіргізеді. Соматоморфный болезнь деп. Бұл синоним, психосоматиканың синонимі бұл. Просто психосоматика сөз айтпаған, соматоморфный деп айтады. Енді қарап отырсаңыз, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, синдром раздраженного кишечника, вегетососудистая дистония. Осының бәрі ресми түрде психосоматикалық ауруларға жатқан. Оның дәлелдері де бар, ғылыми дәлелдері де бар. Бұл Международная организация здравоохранения айтады өздері. Қарап көрген. Кәдімгіде бұл ғылыми дәлелдеген процесстер. Психосоматика деген термин өзі бір 200 жыл бұрын қалыптасқан. Хайндрат деген бір психотерапевт енгізген бір несі, ары қарай Франц Александр деген психотерапевт. Психотерапиямен айырмашылығы. Бұл подход, бұл көзқарас. Мысалы, психотерапияны қарайтын болсаңыз, модальностьтер көп, мектептер көп өте. Мысалы, гельштальт терапия бар, транзактный анализ Эрик Берннің мысалы, там, психоанализ бар, там, Фрейдтің, психоаналитика Юнгтың, әртүрлі направлениялар бар. Ол тек қана бір көзқарас. Психосоматика дәл сондай көзқарас негізінде. Бірақ біз қазір практикада, өмірде дәрігер болғаннан кейін, мен нақты соның дәлелін көріп тұрмын практикамызда. Мысалы, дәрігерлер аллергия деп айтады, ауру бар ғой аллергия. Бұл ресми түрде анықтамасын қарасаңыз, бұл иммунитеттің өзіне қарсы күрескені. Өз-өзіне қарсы бір күрес жасап отқаны. Аутоиммунный процесс деп айтамыз. Ал енді ол емдей ме дәрігерлер? Ол емделмейді. Бұл хронический аурулардың қатарына кіргізіп қойған. Себебі бұл симптоматикалық ем бар, бірақ патогенетикалық түбіне қарамайды, білмейді себебін. Психосоматикада бұл нақты жазылған. Дәрігерлер бұл бағытта зерттеулер жасаған. Кезінде Авиценнаның мысалы даже бір қойды байлап қояды да қасқырдың алдында. Бір қой қасқырдың алдына байлап қояды, бір қойды дәл сол условияда халде, бірақ қасқыр жоқ ол жерде. Екеуін сақтаса, анау қасқырдың алдында тұрған қой тез ауырып қалып, өліп қалады да. Сөйтіп қандай шешім келеді? Стрессте постоянно болса, өліп қалады деген. Организм дұрыс функция жасамайды екен. Бұл сол психосоматиканың бір дәлелі. Енді ресми түрде денсаулық сақтау ұйымының өзі айтып тұр. Соған көңіл бөліңіздер. Психоэмоционалдық статус маңызды, кез келген ауруда. Демек, ақырын сол принциптар көбейіп жатыр. Мысалы, Франц Александердің психотерапевт әйгілі енгізген Чикагская семерка деген несі бар. 7 ауруды қосқан психосоматикаға. Қазір ол список көбейді. Жылдан жылға клиникалық исследование көбейген сайын, мына психикамыздың және аурудың екеуін байланысын дәлелдейтін факторлар өте көп, факттар көп шығып жатыр. Оны Америкада мысалы психоэндокринология, психоиммунология деген бағыттар бар ғылыми. Олар психосоматика деп айтпайды. Психоэндокринология, эндокринология мен психологияның, психиканың байланысы. Бірақ ол психосоматика. Ол соматоморфный процесс негізінде. Просто өкінішке орай адамдар зерттемегеннен кейін, сол жаңа психосоматика деген сөзді таба алмайды да көп жерде. Бірақ принцип бәрі әртүрлі синонимдармен келеді да, мысалы. Сол сияқты жоқ деген неге эзотерика аппарат, ана Луиза Хей туралы естіген. Менен сұрайды да, енді бір дінтанушы сұрайды, Луиза Хей ше деген сияқты. Мен Луиза Хей танымаймын деймін да. Ол психотерапияда ресми түрде ол сабақ берілмейді ол туралы. Ол ғылымда форматында да есептелмейді бұл кісі. То есть ол өзінің бір жеке бір исследованиялар бар, жеке бір ой бар, бірақ ол ресми психосоматикаға қандай қатысы бар? Сондықтан оны бүйтіп алып, жаңағыдай бүкіл психосоматиканың ғылымды соған қарай тықпалаудың өзі бір кішкене бір енді оқымағанның бір белгісі да, енді зерттемеген белгісі. Айтайын деген. Сол сияқты Россияда мысалы институт психосоматики бар. Ресми. Целый институт ашылған, мысалы. Институт Бехтерева психосоматика бағытында ресми исследование жасап отыр, мысалы. Енді мен жақын арада, мысалы, кейбір ұстаздардан сондай сөздер естіп жүрмін да, жаңағыдай психосоматика, эзотерика сияқты. Бұл примерно биологияда халал ма харам ба деген сұрақ қою сияқты ғой. Енді биология, математика, мысалы, бұл халал ма харам ба деп өйтіп сұрақ қоя алмаймыз ғой. Бұл ғылым ғой. Сондықтан бұл жерге сол жағынан қарайтын болсаңыз, ол жерде нақты белгілеп, бәрін дәлелдеп берген. Мысалы, Германияда
университеттерде психосоматика мед университетте үйретеді. Америкада кейбір университеттерде официальный подкурс форматында үйретеді. Японияда осы мемлекеттерде қатты дамып жатыр. Японияда клиникалар бар, Россияда клиникалар бар психосоматикалық, Германияда клиникалар бар психосоматикалық. Біз жақын арада өзіміздің клиникамызды аштық. Клиника интегративной психосоматики доктор Кударова деп алғашқы қазір жұмыс істеп жатыр сол бағытта. Болашақта бұл негізі медицинаның болашағы. Әр медициналық мекемеде міндетті түрде психотерапевт болған дұрыс. Тек қана дәрісін беріп ғана емдеу емес, бұл жерде сол себебін тапса, соны нақты, лимонның реакциясын, неге ондай реакция беріп тұрғанын тапса, кімге ренжулі, әке шешесіне ренжулі ма, біреу стресс болып, жаңағыдай синдром Дирка Хаммера болып кетті ме, әртүрлі бір синдромдар бар, реакционный жаңағыдай. Сондай болып кетті ме, соны зерттеп қараса, мысалы онкопсихология бар, клиническая психология бар, онкопсихосоматика деген бағыттар бар, ресми, кәдімгі ғылыми түрде дәлелдеп жатыр. Онкология бұл көбінесе психосоматикалық процесс. Бұның физиологиялық себебін әлі таппаған нақты. Неге клетка мысалы, өлу керек клетка, апоптозға ұшырайтын клетка өлмей қалады. Мысалы, дәл сол сияқты бұның нақты психологиялық нелері бар, себептері бар. Сондықтан психосоматика бұл медицина мен психологияның ортасында келатқан, өзінің жолымен дамып жатқан, бірақ ресми дәлелдермен, ресми әлемде өзінің жолымен келе жатқан бір процесс. Бұл Луиза Хей, тағы басқа ешқандай қатысы жоқ, эзотерика вообще қатысы жоқ. Ешқандай эзотерика жоқ жерде. Өте керемет. Мен физиотерапевт шын айтсам, соматиканы мынау зерттеп жүрген адам емеспін, шын айтсам, психологияны зерттеп жүрген адам емеспін. Біреулер айтады, мен психолог болып жүрсің ба деп та. Мен енді рухани, мен өзім енді бабаларым жолын зерттеп жүрген адамбыз ғой. Енді сенің келсек, мен өзім ойлап қалдым жаңағы, баукеде жаңағы мен психосоматикпін ба деп ойлап қалдым да. Енді айтып берейін не деп та. Ибн Сина біздің атамыз, Авиценна болсын, Ибн Сина атамыз осы медицинада бір жағынан медицинада қатысым да бар бір жағынан да. Өйткені соның мынау рухани ауруларды, физикалық ауруларды емдеуде менің сол жағымда бар. Көп жасай бермеймін өзім да. Бір арнайы маман ретінде жасай бермеймін, бірақ шәкірттерім бар. Клиникада өз клиник ашсақ деген сондай не де бар, шәкірттерім де бар. Емдеп отқандар бар да, бірақ өзім көп оларға көп араласпаймын да жаңағыдай. Жай ұстаз болып отыра беремін да, түк білмей қалсақ. Енді бір қызық айтайын да. Ибн Сина айтады да. Мен өзім қазір қарап тұрсам жаңағыдай. Бір жағымда рухы, бір жағынан тәні, ортасында өзім отырғандай, өзім солай көремін да, негізі сен солай айтасың да. Ибн Сина айтады да, алдына ауру келген уақытта, басым ауырып дейді, анау дейді, бронхым дейді досың ғой. Еш уақытта оның физикасына қарамайды екен да. Оның ар жағында сен психосоматикада болсың ғой, оның рухы, яғни жаны дейміз ғой, жанынан қарағанда сол жанның көп нәпсі ғой, нәпсінің ар жағында оның рухы не деп отырған рухы деп соны қарайды екен да. Лимондап қалдым ғой, соған бір мысал айтып берейін. Бір кісінің баласы, жаңағыдай ер жеткен баласы ес білмей жатып қалады ғой, комада жатып қалады. Сол небір дәрігерлер шақырады, емшілер ғой, о заман емші дейді, бүгін емшісі бәрі көріп кел дейді ғой. Жоқ, емші деген о заманның дәрігерлері ғой, дәрігер деген сөздің өзі де мынау советский сөз ғой. Негізі емші деген де бұрынғы. Сонымен жаңағыда емшілер шақырады, медицинаның үлкен емші, ешқайсысы таппайды ғой. Дәрі береді, үйтеді, бүйтеді. Соң бір медицина амылзық шақырады, Ибн Синаны шақырады, медицина еттім ғой. Ибн Сина келіп көреді де, комада жатқан адамды. Сол тамырын сайды, не деуі мүмкін деп ойлайсың да. Сол әкесінен сұрайды, мына ел, айналадағы ел, қандай ел деп. Сол айтады, осындай ел. Сөйтіп ауылдарды шығарай берсе, пәлен ауылдарды атап шық дейді да. Соны бір ауылды атаған кезде, бірлік ауылы деген сияқты жаңағындай ауылды атағанда, ананың тамыры тық деп не алады ғой жаңағы. Реакция өтеді. Енді осы ауылдың көшелерін атап шық дейді ғой. Пәлен көше, төлен көше, өзенің несі бар ғой, сол заманы. Сол пәлен төлен көше деген уақытта тағыдан тыға тағалады ғой. Енді осы көшелердің кімдер тұратын аттарын атап шықты. Пәленше тұрады, төленше тұрады, біздің құдамыз тұрады, жиен тұрады. Анау Боранбай деген кісі тұрады деген кезде ананың несі тағы да тықата қалады. Көше тоқта. Сен солардың енді неше бала шағасы бар? Оның 5 қыз, 5 баласы бар. 5 баласы мынау, оның 5 қыз мынау деп жаңағындай, мысалға Айша деп айтқан кезде, ана бала көзін ашады ғой.
сондай Машалла. бұның лимоны дейді да, сен айтып отырсың лимон дейді да. таза біздің психосоматиканы айтып отырсыз ғой бұның қазір. лимоны мынаның лимоны дейді да. Анау Айша пәленше деген ауылдағы төленше деген Боранбайдың Айша деген қызы дейді да. Сол қыздың алдына қос, орнына тұрып кетеді. Мен басым қатырма деп орнына тұрып. Бұл ешқандай да ауру емес дейді да. Сонда алдына келген адамдарды осылай емдейді екен да. Осылай емдеген. Біреуін айтады екен, бар сен бар, өлең тыңда, бар, поэзияны тыңда дейді екен. Біреуін айтады екен, сен музыка тыңда дейді екен. Қобыз тыңда, домбыра тыңда, күй тыңда. Солай айтады екен да. Сөйтіп енді жаңағы біреулер болса оған енді кәдімгідей жаңағы жын ба, сиқыр ма, сондай болатын болса, оған енді Құранмен арнайы дұғалар, солармен емдетеді екен да. Сондықтан бізде, мен де көбінесе солай не қаламын да. Мысалға мен өткенде бір екі бала келді, мысалы консультацияма да. Екі жігіт, екі бала дегенде, өзің шақырдың, мен бала дей береміз. Екеуінде жыны бар екен, былайша айтқанда, жыны бар, сиқыр бар. Сонда бұл бір сағат сөйлестік бір сағат, анау дедік, мынау дедік. Сол ертең кел десем, сол біреуі сол жерде жазылып кеткен да. Алладан шипа тауып кетіп қалған да. Өйткені сол диалог барысында сол бір нәрсесімен жындар кетіп қалған. Жындарға айтып кеткен, қайтайық құрсын деген да. Соның жақсы болып кеткен да. А біреуін емдеуге тура келді да. Өйткені тағы сенімдері дұрыс болмай қалды ма деген сияқты да. Сондықтан менде маған да өзі жан жақтан звондайды. Көбінесе сол Түркиядан звондайды, кейде көбінесе Америкадан звондайды жаңағыдай. Моңғолиядан звондайтын бар, Кореядан звондайтын бар, Германиядан бар. Ретритке біз Майданда ретрит болып жатыр, соған Германиядан келе жатыр. Кеше Түркістанға ретрит жасадық, Түркиядан келіп қатысты. Біздің апаларға Құран үйреткен бір үлкен апай кісі екен. Соның өзі келіп қатысты да. Сондықтан сонда біз соларды қалай емдет деген уақытта соның бірінші ауруларына қараймыз да, мысалға да. Мысалы онкология ауруы болсын да. Онкология ауруы дұрыс айтасың, ол рухани ауру да. Оның басым көпшілігі бәрі емес, 100%. Жындардан болады да, мысалға. Жындар не істейді? Жындар сол жерде өзің берілген ауруын жасайды да. Бірақ өз жасамайды. Өздерінің сол рухани әлемдегі бір тышқандары бар, жаңағындай да. Бір тышқан, сол тышқандарын жіберіп жібереді, крисалардың. Соны бұлағына кеміріп, сөйтіп жасайды да, жаңағындай. Өздері ұзақтан қарап отырады да. Сонда соларда рухани ауруын емдегеннен кейін барып, ананы емдесе, оған не өтеді да. Мысалы өткенде біреу келіп Германияға Қытайға кетіп баратын $20,000 келісіп қойдым, анализін жібердім, бәрін ана кесеміз деп жатыр еді да. Опық дейді бір сіз кеседі. Сол демсап берді, жарайды демсап берді, оқып берді. Сен барып кел, та 3 күн оқимыз деді да. Барды қайтып берді, не болды дедім. Дым жоқ деп айтты дейді. Сен алдында жіберемін, анализін жіберемін. Кесеміз деген жер, кесетін жері жоқ та. Сонда қарасаң, бұл рухани ауру да негізі да қарасаң. Былай кесетінде де жері қалмаған да. Қандай керемет деймін да, мысалы сіз рухани жағына кіріп жатсаңыз, осыны айтып отқан сөзіңіздің артында нақты ғылыми дәлел бар негізінде. Доктор Хаммердің новогерманский медицинаның жаңағыдай әр органның, әр опухольдің тұрған жерінің себебі бар, рухани себебі бар. Соған шейін зерттеулер жасалған негізінде. Соның бәрін жаңағыдай қосып қарасақ қандай керемет бір... Мысалы кеше бір осы ғана, соңғысы ғана кеше осы. Аллергиямен ауырған бір жігіт звондады. Аллергиямен ауырған. Қожеге қарамасаң қойды, қожа екен өзі. Қожа болған екен, ағайын ғой деп жарайды деп не болды деді. Осы аллергия болшы. Аллергия болсам, больницаға барсам, ма не дейсің? Физикалық ауру болды дедім да. Сөйтсем, сол врачтар емдей алмады деді. Сонымен жаңағы ортада тұрмын ғой, жаңағы рухани жағын қарап, тексеріп қараса, руханиятында көп проблема бар екен да. Өзің қожам дейсің. Бірақ қожалығын ұстамай жүре берсің ғой дедім мен жаңағындай. Халыққа бірақ пайдаң тигізсе, елге, жерге пайдаң тисің да. Елге, жерге пайдаң тимей, ол сен адам болмайсың. Жоқ, пайдам тиді ғой деп айтты, анау деді, мынау деді. Сонымен не керек, қысқасы не болды дейсіз ғой. Руханиятын емдей бастадық. Дәл сол кезде оның физикасында жаңа бір дәрілер алып келген екен врачтар. Емдей берсін, ол физикасы енді әсер етеді. Жаңа дәрі ма, ескі дәрі ма, қызықтамайды. Әйтеуір себебін жасаса болды дедім да. Сол себебін жасады қатар. Сонымен қазір кеше сол 7-ші күн оқығанда Алланың қолымен бәрі Алладан, бізден емес. Жаңа мұрны ашылып, бірақ өзі айтады. Ол демсап отқанда дейді, бір шеге сияқты бір нәрсенің мына жаққа тығып, бір нәрсені мына жерде қозғап отқанын байқадым дейді. Ол жағы ар жақтың әлемі ғой, ол періштелердің әлемі. Әр дұғаның өзінің періштесі болады жаңағындай. Алланың қолымен. Оның үстіне бұл дұғалар жаңағы Көкілташтың мәшһүр берген дұғалар болғаннан кейін
сол өзінің жаңағы аяттардың періштелері бар, солар емдейді да. Соны емдеген адам сезіп тұр ғой. Былай мынандай қылып кәдімгідей шеге тыққан әлгі адам гаймориттен не тығады бір прокол жасайды ғой. Сол сияқты жасап отқанын сездім дейді да. Мұрны ашылды ғой сол жерде мұрны ашылды да, бір оқығаннан кезде мұрны ашылды да. Мен жалпы аллерген оқыған адам емеспін негізінде, өйтіп оқитын адам емеспін енді. Анау да маған бір қыз келді да. Енді өзі қоймады да, қоймағанша жарайды. Бірақ өзі сенім керек дедім. Сенбесең пайдасы болмайды дедім да. Сол сенем деді. Сенсе оқиған шипаладан дедім да. Сонымен ар жағын физикасын жасай бер дедім. Сонда қарасаң, жаңа Ибн Синаның жолымен қарасаң, алдымен рухты емдемей, ол физика емделмейді деп айтады да. Адамның рухын, оны сөзбен емдейсің, оны музыкамен емдейсің, оны әртүрлі өзің айтқандай тәсілдермен емдейсің да. Бірінші рухын емдеу керек та. Рухын емдемейінше оның физикасы ол қанша нәрседе болғанмен оның ешқандай. Бүгін емдеп бересің, иә, физиканы емдеп дәл сол жерде кесіп алып тастайсың мысалға да. Бірақ ол мына жақта рухы онколог болып, онкология ауырып тұр ғой рухы. Ол мына жақтан бұлақтың басы былғанып тұр ғой. Мына жақтан суын тазалағанмен қайтадан шығады. Қайтадан шығады да. Сөйтеді ол қайтадан барады. Сөйтіп жүреді да. Оның түбін кесіп алып тастамайынша ешқандай пайда болмайды. Сондықтан сенікі жалпы Ибн Синаның несіне біздің өзіміздің психосоматикамыз дамып жатыр екен ғой мұнда. Казахский психосоматика. Алла разы болсын. Мысалы аутизм. Кеше мысалы мен шәкірттерімнен тексеріп сұрадым. Аутизм не өзі жалпы деп та. Сосын жаңағы ДФР дей ме қалай? ЗПР ме? ЗПР. Олар бәрі неден қой деді ол. Жындардан қой деді да. Оны емдегем деді, жындардан қой деді. Өйткені сол жындардың несі бір белгі нәрсесімен, өйткені неден қалай дәлел бересің десем, ол мысалы аутизм отырады да, керемет бір күш болып, мына отырған наны, кішкентай бала бір қолымен лақтырып тастайды дейді. Мысалы мен наны екі қолымен алдырсам лақтырамаймын, көтере алмай ауырға. Бірақ кішкентай 5 жасар бала мына лақтырып жібереді дейді. Ол күш қайдан келді? Ол рухта ондай андай күш бар десек те, ондай бір келе қою мүмкін емес та. Өйткені ондай мен жын кіргенде сондай лақтырып жібереді да. Сонда ол жындардан болады дейді, жаңағы жын шайтандардың несінен болады. Соны емдеу керек дейді. Кейде шешесінен болады. Сөйтіп бірге емдегеннен кейін барып оның физикасын емдесе, содан кейін барып ем болады деп кеше емдеп жатқан кімдер айтып жатыр да, жаңағы арекеңдер айтып жатыр да. Сөйтіп бүгін тәжірибесін жасап көрмекшіміз, көреміз. Сол бәлкім клиникада. Иә, оның жаңағы аутизм негізі себептері көп қой. Әртүрлі форматта болады, оның түрлері де көп. Енді бәрі мен не деп айта алмаймын, бірақ өзім білгенімді айтасың ғой. Дұрыс аға, келісемін сізбен. Ол да бар шығар, жаңа айтып отқаныңыз, міндетті түрде, бірақ оның тағы бір себебі бар. Бұл енді бала болғаннан кейін оның әке-шешесі бар. Бұл әке-шешесіне беріліп жатқан бір сабақ. И міндетті түрде біз психосоматика форматында осындай кез келген баланың проблемасы болған кезде баламен ғана емес, әке-шешемен де жұмыс істейміз. Себебі мысалы бала балиғат жасқа толмағаннан бұрын жаңағыдай әке-шешеге тәуелді біріншіден. 7 жасқа дейін өте анасына жақын, анасының өткен бүкіл эмоционалдық состояниялар баладан да өтеді да. Сондықтан бір проблема келді ме бала, міндетті түрде әке-шешемен жұмыс істейміз. Әке-шешемен жұмыс істеген кезде бала өте тез өз орнына қалпына келеді да. И бір хадис естіген, білмеймін, рас өтірігін сізді бір сұрайын деп едім как раз. Фатима анамыз бен Алидің бір баласы ауырып қалды. Пайғамбарымыз соны не деді? Өздерінің араларындағы қарым-қатынастарына көңіл аударыңдар деді. Сондай хадис естігем. Білмедім оны, айтамын. Оны Инстаграмнан білім жоқ адам. Нұрсұлтан ұстаздан естігем соны. Сондай хадис бар екен. Барша, бірақ ілім жоқ. Біз де сол білмегеннен кейін сұрап отырмыз деп. Сол бағытта жаңағыдай бізді психосоматикада мұндай көзқарастар бар, и біздің протоколдарымызда да бар бұл нәрсе. Міндетті түрде, мысалы, кейбір заикание, отставание, ЗПР, психоречевого развития, мысалы, анасымен жұмыс істеп, әкесімен жұмыс істегеннен кейін бала тез орнына келеді. Себебі ол сол кісілердің полисында тұр, психоэмоционалдық әсерінде тұр сол кісілердің. Бұл әсерде тек қана балалар ғана емес, үй жануарлары да кіреді. Үйдегі ұстап тұрған қойлар, сиырлар бар ғой. Ит иесін тартады деген сол дейсің ғой. Иә. Ол реально проблема шықса, бұл кім үшін проблема деген сұрақ бар. Универсалды сұрақ. Мысалы, бір үлкен кісі ана звондайды телефонмен, сұрайды менен. Балам Людаман ставка қояды, қарызы көп, қарыз жауып отырмыз, көмек керек.
мен сұраймын да, жақсы, балаңыз нешеде? 30-да дейді да. Жақсы, балаңыз неге өзі звондамады? Өзі неге іздеп жатқан жоқ? Енді білмеймін, көмектесіп жатырмын дейді. Балаңыз үшін бұл проблема ма деп сұрасам, проблема шығар дейді. Сізге келіп айтты ма проблема деп? Жоқ. Кім үшін проблема? Мен үшін, әкесі үшін. Енді біз қарызды жауып жатқан біз ғой. Онда балада проблема болмаса, өзі оны мойындамаса, онымен жұмыс істеу ешқандай мағына жоқ. Сіз келсеңіз, сізбен жұмыс істей аламыз. Ой, айтады, қалай сонда дейді, түсінбей жатыр. Мен емес қой ойнап жатқан дейді, балам ғой мен. Сонда айтамын да, балаңызға айтыңыз, ертең маған хабарлассын деп. Ертең звондайды, бала жаңағыдай. Осындай мама звондау керек деп айтты дейді. Хорошо, бір проблема туралы айтқан, сіздің қарыздарыңыз бар екен, ставка қояды екенсіз. Ол проблема емес дейді мен үшін. Мен уже почти жауып тастадым, мойындамай тұр да. Енді кімнің бұл проблемасы? Кім онымен жұмыс істеу керек? Анасы жұмыс істеу керек, әке шешесі өзгерту керек. Ана гиперопека, баланың өзінің бір сепарациядан өтпеген состояниесі. Сол анау месть ребенка к родителям. Соларға қарсы істелініп жатқан бұл рухани проблема негізінде. Бұл физиологиялық емес мысалы. Бұл бар. Сол жерде соны тауып, соны өзгертсе, мысалы әке шешемен жұмыс істеп, балада да өзгерістер болады. Сол сияқты біз қазір, мен айтып отырмын ғой, бұл медицинаның болашағы деп. Қазір ойлаймын, енді бұл сіздің жаңа көзқарастарыңыз рухани форматында. Бер жақтан европалықтар бұны ғылыми түрде дәлелдеп тұрса, мұнда біздің шариғатымызда да дінімізде бар екен ғой. Жоқ, ол бар нәрсе, мысалға ана нәрсе бар ғой. Адамның тегі ұрпағына әсер етеді ме? Әсер етеді ғой. Мысалға мықты бір математиктің ұрпағы математик болады, күйшінің ұрпағы. Сол сияқты да үйдегі ерлі зайыптардың қарым қатынасы да баласына міндетті түрде әсер етеді. Ол тек қана мысалға өткен біреуді қарадық, сөйтсек әке шешесінде жын бар екен, өзі сап-сау екен де балаңда. Мен айтамын, балаң сау негізінде деймін да. Сен өздерінің жын бар ғой. Яғни өздерінің семьяда проблемалар бар да. Семьядағы ерлі зайыптардың проблемасы балаға ол әсер етіп құбыжық болып көрінеді да. Алдымен сендер өздері екеуі бір-бірлерін түзетіңдер деймін да. Сосын барып өзгереді деп. Ал енді ұстазым айтқан сөз бар жаңағындай, күнә жасамаңдар. Күнә жасасаңдар өзіңнен шығады, не балаңнан шығады, не ұрпағынан шығады деп. Алға айтып отыратын еді. Сонда мынау Стамбулда бір әулие кісі бір күн баласы болып, сонда баласы сол 5-10 жасқа келгенде ме, көшеде келген сол жұрттардың суын әкеліп жатқан жаңағы тері қаптарын тесіп тастап, торшықтарын тесіп тастайды екен де. Соны екеуі отырып ойланады ғой, не болды деп, соны кімде күнә бар деп та, несін істеп қоймын деп. Соны әйел ойланып отырып, мен осыны көтерген уақытта мынау көршінің үйінде барып, бір жаңағы қолымдағы инемен бір алмасына шаншып, аузыма дәмін көргенмін дейді да, токсикоз болып жүрген дейді. Онда соны кешірім сұра дейді ғой. Соны кешірім сұраған кезде баласы үйіне келіп, әке мен осылай қателік жасап жүрдім дейді да. Бұл рухани жағдай бар, сонда сөйтіп тәубе етті дейді да. Яғни шешенікі ұлына әсер етеді, әкесінікі қызына әсер етеді деген. Осыны рухани жақта бар да. Бірақ бұны бүкіл бір жаңағындай бір бала шағасының бұзылуы әке шешеден бола береді деген де сөз жоқ осы жерде да. Осында біз әрине әр ситуацияны бөлек қарастыру керек. Бәрін жан жақты алып, бір осы бір қасан қағида ретінде алып, дәл осыны салатын болсаң, онда халықты адастырып жібересің. Сонда өте керемет. Мына соңғы қызық болып отыр ғой деп ойлаймын мен жалпы. Керемет, мен өте қуанып отырмын. Осындай Ибн Синаның жаңағы несін айтып отырсыз ғой, өзіңіздің істеп отқаныңыз қандай керемет. Алла берекесін берсін. Сол енді мынау неде соңғы сөз, осы мынау әйеліңмен бірге шығып жүргенін көбінесе байқаймын да. Мен де сол әйеліммен ретрит жасаған бірге шығамын. Әйелім де осы отбасы жағына көп алаңдайды. Бүгінде Қазақстанда әлемді Құдай сақтасын, ажырасу Қазақстанның бірінші орынға. Бұл енді сұмдық қой енді. Бұл енді Қазақстанның төбесінен ядерный бомба 10 рет, 100 рет түссе де, бұның зардабы мынау біздегі бірінші орында тұрған зардаптай бола алмайды да. Сонда әйелімді көбінесе сол ерлі-зайыптарды шақырып алып, әйелдермен жұмыс жасайды да. Көбісі әсіресе ажырасам дегендермен жұмыс жасайды да. Осы қойшын Аллаға шүкір жүздеген сол әйелдердің ажырасам деген отбасын амалап қалды да, жаңағы себепкер болды да. Ретритте сондықтан біз бірге жасаймыз да, жаңағыдай да. Көбіне өйткені әйелдер келеді ғой, соған көбінесе сол әйелдер жасайды.
сол жағынан сенің де бір ұқсастығың бар екен деймін да жаңағыдай да. Иә, ол Ол енді әйеліме екеуің бірге не жасайсыңдар? Жаңа тәуба терапиясын иә. бірге жасайсыңдар ма? Қалай? Ол жағы қалай? Ол да сен сияқты психолог па? Қалай? Оның Ол психолог, иә, ол магистр психологиядан, ол да оқыған. Осындай ретрит форматында істесек, әрине бірге жасап, бірге жасаймыз. Бір форматта ол әйелдермен жұмыс істейді, мен еркектермен жұмыс істеймін. Бірақ жеке консультациялар мен тек қана ер кісілермен ғана жұмыс істеймін. Ол тек қана әйел кісілермен ғана жұмыс істейді. Мен араластырмаймыз. Себебі енді бұның ресми түрде психотерапияның заңдылықтарына сай дәлелдер де бар бұл жағында. Иә, өйткені әйелдің жанын әйел түсінеді, Иә, ердің жанын ер түсінеді. Мен де сол Вибрация- маған кейде келеді, мен айтамын, мен басым қатырмын, бар. Қаласа мен әйелім бар, соған бар. Реклама болады десем басқа біреуге бар деймін да. Мен оны басым қатырма деймін да. Сондықтан кейбір мәселелер, жаңағы жанұяға қатысты мәселелер бірге орындаймыз. Себебі әйелдің көзқарасы Ортақ болып жатса, онда ортақ жерде айтуға болады да. Ортақ мәселеде. Ерлі зайыптардың өздері болып жатса айтуға болады. Иә. Менде мысалы әйел кісімен, ер кісімен бірге общий консультация жасаймын. Мысалы бірге отырып, бір 3 сағаттай жұмыс істейміз. Талдап, себебі енді біздің қабылдауымыз ниетімізге байланысты ғой, мақсатымызға байланысты. Қабылдауымыз да сондай. Ер адам мен әйел адамның қабылдауы әртүрлі. Иә. Мақсаты әртүрлі болғаннан кейін. Сондықтан жаңағыда соны зерттеп бірін-біріне көрсеткен кезде өздері конфликт жоқтығын түсінеді. Екеуі бір бағытқа жүргенін түсінеді. Просто арасында кейбір жалған сенімдердің Сен, мен әңгіме ғой. Арасында сен, мен дейді ғой. Иә, сондықтан керемет. Негізі мен осылай әйелдермен бірге жүру, ол да бір берекет қой негізінде. Қазір мысалы мен тек қана өзім еркек болып әйелдерге әңгіме айтсам, әйелдер сенбейді. Сен еркек болып айтып отырсың деп айтады. Ал енді қасымда тұрған әйелім оны мақұлдап айтса, басқаша қабылданады. Дәл сол сияқты еркектерге де мысалы әйел айтса тыңдамайды ғой, әйелін еркек тыңдамайды ғой. Сол сияқты мен келіп айтамын да деген сияқты. Сол процесте біз қолымыздан келгенше жаңағыдай жанұяларға бір көбінесе алдын алу процестерге көңіл аударып отырмыз. Оны ажырасам деп келген паралар, иә, ол маңызды, олармен жұмыс істеу керек. Бірақ ондай болмайтындай, жаңағы профилактика дейміз ғой. Соған қарай мысалы мастер-классты өткіземіз. Көрсетіп қоямыз, мынау сендердің қабылдауларың мақсаттарына байланысты. Жанұяның мақсаты қандай деп сұрасаң, көп адам білмейді мысалы. Солай болу керек сияқты болып қабылдайды да. Мақсаты қандай деп түсінбейді мысалы. Мақсаттың нақты бір түсінігі болмағаннан кейін қабылдау да әртүрлі. Сол себептермен жаңағыдай өте үлкен енді жұмыс көп. Алла жеңілдік берсін. Қажеке рахмет мына келгенге. Уақытта біздің межесіне жетіп қапты. Әрине айта берсе таусылмайды. Тағы бірде иншалла қонаққа шақырамыз деген ниеттеміз болашақта иншалла. Рахмет. Клиникаңыз дамитын шығар. Дами берсін. Берекесін берсін иншалла. Халыққа көз. Пайғамбар саллаллаху алейхи сөзі бар жаңағындай. Адамның жақсысы адамдарға пайдалы болған дейді. Адамның ең жақсы адамдарға қызмет қылған дейді. Қызмет қылғанда ғана адам сол өзін бұл өмірде өзінің орнын табады. Адамдарға қызмет қылмаған өзінің ішінде де ол адам орын таба алмайды. Алғайда сол депрессияда жүреді, анау жүреді, мынау жүреді. Депрессияның түбінде сол халыққа қызмет қылмауы жатыр. Сондықтан келген рахмет. Сыйлап, бізді сыйлап, әйтеуір. Рахмет. Алла разы болсын. Сау саламат болыңыздар.